Ата кәсіптің құлағын ұстап, ұрпақтар сабақтастығын ту еткен Қалмағанбетовтер әулеті Қызылордада тұрады. Тағдыры шойын жолмен біте қайнасқан 4 буын темір жолшылардың еңбек өтілі 336 жыл. Берекелі кәсібін асыл мұра ретінде табыстап отырған әулеттің қос бірдей мүшесі үздік жолшы белгісін тағынған. Қос жолақ рельске телінген ата кәсіпті өткен ғасырдың 20 жылдары Әлайдар Ақсақал бастайды. Ерен еңбегі үшін медальмен және үздік жолшы белгісімен марапатталған әке жолын балалары, немерелері және шөберелері жалғастырып келеді. Кәнігі жолшы ізбасарының бірі Орынбасар Қалмағанбетов. Оның 1980 жылдары жолаушылар пойызын апаттан аман алып қалғаны өткен күннің жадында сақтаулы. Приборларымды, телефонымды алып, перронға шығып кеттім. Алдымда қарасам, 1,5 метр рельс жоқ. Пойыз қарсы келе жатыр. Ананы көрдім де алдына жүгірдім. Остановка өткізіп жатырмын, тоқтады. Өздері шошып кетіп көргенде ананы. Сонда 2-ақ метр жерде тұр екен. Бүгінде 4-ші буын алмасқан әулеттің 16 өкілі күрделі стратегиялық салада тер төгіп жүр. Олардың барлығы жауапкершілік, кәсібіне деген сүйіспеншілік сынды қасиеттерді біріктіре білген. Ата-бабам, әке-шешем барлығы темір жолда қызмет етті. Соған байланысты менде солардың істеген жұмыстарын көріп, менде қызығушылық болды бала кезімнен. Темір жол саласының қиын да күрделі салалардың бірі ғой. Өйткені ол адам қозғалыс қауіпсіздігін сақтау, жүктерді тасымалдау, өткен жауапкершілік. Осы мамандық бойынша зейнеткерлікке шығам ба деген үміттемін. Темір жол саласында диспетчерлерді бекеттермен және станция кезекшілерімен байланыстырып отырамыз. Осы біздің сапалы байланысымыздың арқасында темір жолдың тіршілігі жандана береді. Даңқты әулеттің дәстүрлі жолы экономиканың күре тамыры саналатын алып саланы дамытуға айрықша үлес қосып келеді. Ұрпақтар үрдісі жалғаса бермек. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда, 24 KZ.